сіз билікке келсеңіз, орыс тілін Қазақстаннан мүлдем аластайсыз ба? Абсолютті түрде аластап тастаймыз. Латвия, Литва, Эстония алдымызда мысал. Біз бір заң шығарамыз, болды. Мемлекеттік тіл білмейтіндер мемлекеттік жұмыста мүлде кетсін. Болды, бітті. Бүкіл мемлекет тек бір ғана тілде сөйлейді. Мемлекетте тек қана ағылшын тілі оқулығы оқытылады, шет тілі ретінде болды. Қазақ тілі, ағылшын тілі, бүкіл жол, бүкіл құжат қазақ тілі, ағылшын тілі, бүкіл сайт қазақ тілі, ағылшын тілі болды. Басқа ешқандай керек жоқ. Орыстардың енді көшіп кетуіне рұқсат береміз. Мүмкін Канадамен, Америкамен келісіп, Австралия, Жаңа Зеландиямен келісіп, мүмкін Шығыс Еуропа елдерімен келісіп, мысалы. Оларға да иммигранттар керек, оларға да электрик, медик керек. Сондықтан оларға да келісіп, мүмкін орыстарды жеңілдетілген жолмен сол өзі қалаған елдеріне көшуіне жол ашып қоямыз, болды. Сондықтан бір жылда 1 миллион, 2 миллионнан орыс табиғи азайды. Қазақ тіліне абсолютті заңдық күш қуат береміз, болды, бітті. Сосын мына жоғарыда отырған жағымпаз, жантақ, ыржақай, тыржақай, әнші, күйші, биші, оларға жаңа бөлек канал береміз, бірақ ұлттық арнадан күні түні саясатты да әнші айтатын, тамақ жасауды да әнші көрсететін, отырып алып, сіз осы әніңізді бірінші рет айтқанда қандай ойда болдыңыз дейтін есек бастың бәрін жібереміз. Ол қаңғып, жаңағы жүнжеп жабағы тішіп кете ме, қоңыз теріп кете ме, өздері біледі. Бірақ саясатта тура саясат білетіндер, ақпараттың мамандар, медицинаның мамандар, билікпен, саясатпен айналысатын адамдарды қоямыз. Қысқасы, мемлекетте бір тәртіп орнатамыз.